Қайырлы күн, қалайсыздар? Мен бүгін сіздерге екі түрлі жеңіл десерт жасап көрсетемін. Ең алдымен суымызға желатинді, міне 15 грамм болады пачкаде, соны алып суымызға бөлме температурасындағы суға бұқтырып қоямыз. Жақсылап араластырып 10-15 минутқа дейін қойып қоясыздар. Мінекей. Бұл десерттердің жасалу жолы оңай. Кез келген қонаққа жайылған дастарханыңыздың сәнін келтіреді. Жасалу жолы да өте қолжетімді әрі жеңіл. Енді желатинімді суға бұқтырып қойып қойдым. Енді қазір арасын осылай былғап қоямыз. Енді міне сметанаға сахарный пудра қосамыз. Бұл жерде сметана 500 грамм және сахарный пудра 150 грамм. Екеуін қосып миксермен жақсылап тұрып былғап аламыз. Мінекей. Миксердің ең төменгі скоросына қойып былғап аласыздар. Менің жалпы миксерімнің скорысы күшті да, өте тез былғайды. Сондықтан ең төменіне қойып былғаймын. Дұрыстап, жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Енді бұл жерде көп бір араластырып отырудың қажет жоқ. Себебі жаңағы сахарный пудрамыз, яғни қанттың ұнтағы жылдам араласып, жылдам еріп кетеді қантқа қарағанда. Сондықтан араластырып аламыз. Енді жаңағы дайындап қойған желатинімізді микроволновкаға, болмаса судың буына қойып біркелкі қылып ысытып аласыздар. Қайнап кетпеу керек. Енді ол ысытып алғаннан кейін кішкене суытыңқырап, енді біздің сметанамыз іріп кетпеу керек қой, сол үшін ақырындап қосып былғаймыз. Екіге бөліп құйдым мен. Бірінші бір жартысын, екінші жарты бөлігін құйдым да миксермен біркелкі масса болғанша араластырып алдым. Енді дайын болғаннан кейін осындай арнайы ыдыстарға құйып қоямын. Өзі креманкаларға, болмаса десерт салуға арналған арнайы ыдыстар болады ғой, түрлі-түрлі, соған салуларыңызға болады. Міне. Маған 3 жерден қоюға қажет, сондықтан осындай 3 ыдысқа қойып қойдым. Жалпы құрамына қарап отырсаңыздар өте оңай. Жарты литр сметана, 500 граммға 500 мл сметана, 150 грамм сахарный пудра және бір желатинді жаңағы орташа кесені толтырмай суға езіп аласыздар. Одан кейін бетін әрлеу үшін Қазақстан шоколадын арнайы күштен өткізіп бетін әсемдедім. Жаңағы Қазақстан шоколадты осы қолдануға өте ыңғайлы, жақсы. Және ол нені жаңағы шоколадты бетіне, жаңағы дастарханға ұсынатын кезде бетіне құйып, ұсынардың алдында ертіп құйып пайдалануға болады, ұсынуға болады. Мен енді алдын ала дайындап атқаннан кейін осылай күштен өткізіп бетін әрлей салдым. Мінекей, десертіміз дайын. Тез, жаңа құрамында желатин болғаннан кейін тез қоюланып қатып қалады. Енді келесі десертін жасайын деп жатырмын. Оған 3 штук Қазақстан шоколады керек және 250 граммдай сүт қажет. Мінекей, бірінші осылай үлкен бөліктерге бөліп, одан кейін шоколадтарымды ұсақтап, мінекей, қараңыздар, осылай ұсатып алдым.
Бұл десерттің де құрамы 2 ағзаттан тұрады, сүт және жаңағы шоколадтан тұрады. Осы көбіне Қазақстан деген шоколадты пайдаланамын. Өзіме қатты ұнайды осы шоколад. Осы шоколадты пайдалануға сіздерге де кеңес беремін. Әбден дұрыстап тұрып өгіп алыңыздар осылай. Содан кейін қазір видео барысында сіздерге жасалуын толық көрсетіп кетемін. Енді міне газымызды қойып, оған сүтімізді қойып, мына жерде араластырып жатырмын. Мен енді бұл жерде жаңағы сіздерге егер көп жасағыларыңыз келсе, бұл рецепті көбейтіп жасауға болады. Мен бұл жерде өзіме жасап жатқан кішкене көбірек қылып жасап жатырмын. Негізінде жаңағындай 3 ыдысқа ғана жасағыларыңыз келсе, 3 ыдысқа. Бірінші жаңағы 3 шоколад және 250 граммдай сүт құйып жасай берсеңіздер болады. Міне. Өстіп былғап аламыз. Бұл енді әбден сүт ысып жатыр. Міне қайнаған жоқ, бірақ не әбден ішіндегілер еру керек. Ерімегеннен кейін толық еріп болмайды. Енді толық еріп болмағаннан кейін блендердің көмегімен болмаса миксермен былғауларыңызға болады. Оттан алып басқа ыдысқа ауыстырып отымыздың мінекей. Енді осы оттан алып тастаймыз. Дайын қоспамызды. Уже ысып жатыр, қайнаған жоқ, ысып жатыр. Мінекей буланып, көрдіңіздер ме? Енді осыны алып басқа ыдысқа құйып, кішкене кеңдеу ыдысқа құйып, миксермен былғап аламын. Себебі менде блендер жоқ. Мінекей. Енді осылай бір келке етіп, неғұрлым кең ыдысқа салып шайқаңыздар. Міне мен мына ыдысымның өзі тарлық етіп жан-жағына шашырап тұр. Шашырамас үшін жаңағыдай кеңдеу ыдыстың болған дұрыс. Міне болып қалды. Енді дайын ыдыстарымызға құйып, салқын жерге шығарып тастаймыз. Міне дайын болды. Екі-үш сағатқа шейін салқындатыңыздар. Салқындағаннан кейін дайын болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге де жақсы ұнайды деген ойдамын. Ас болсын.